Сәлем достар, сіздермен Анаргүл. Бүгін сырния шарики пісіреміз. Кім сырды жақсы көреді, сол адам міндетті түрде жасап көруі тиіс. Бізге керекті өнімдер сыр, жұмыртқаның ағы, ұн, разрыхитель және панировочный сухарий, бірақ міндетті емес. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағын осылай жақсылап өз формасын ұстағанша миксерлеп аламыз. Сосын сырымызды салып жақсылап араластырамыз. Разрыхителімізді ұнымызға қосып, ұнды сырдың үстіне салып жақсылап қамыр илейміз. Мен алдымен осылай қаспен араластырып, сосын қолмен илеп алдым. Сондай бір жұмсақ, қолға жабысатын қамыр шығады. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойды, ұмытпаңыздар. Қамырымыз дайын болған соң осылай дөңгелек пішін беріп, барлығын бірдей етіп дөңгелектеп аламыз. Қатты үлкен қылып керек емес, өйткені бұл пісірген кезде ісінетін болады. Барлығын дөңгелетіп алған соң панировочный сухарийға да аунатып алсақ болады. Егер панировочный сухарий жоқ болса, міндетті емес, онсыз да пісіре берсеңіздер болады. Панировочный сухарийға аунатып пісірсеңіздер әдемірек көрінетін болады. Майымызды міндетті түрде алдын ала қыздыруға қойып қоямыз. Қатты қызған майда, қатты отта қызартып пісіріп аламыз. Майларыңыз міндетті түрде қызған болуы тиіс. Майларыңыз қатты қызбаса, сырния шарики өзінің бойына көп майды сіңдіріп алуы мүмкін. Сондықтан майларыңыз міндетті түрде қызған болуы тиіс. Өте бір жұмсақ, сондай бір кім сырды жақсы көреді, сол адам міндетті түрде жасап көруі тиіс. Өте бір жұмсақ, сыры созылып, бір ыстықтай жесеңіз өте керемет. Суыған болып қалса да қыздырып жіберіп, тағы бір қуырып жіберіп жесеңіздер болады. Кім сырды жақсы көреді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.